Сәлем достар, менің бүгінгі видеом ірімшіктің жасалу жолына арналмақ. Ол үшін ірімшікті бастамас бұрын ең алдымен бізге айран қажет. Яғни ірімшіктің жасалу жолдары көп, соның бірі айранмен жасап көрсетем осы жолы. Келесі жолы басқа жолдарында көрсететін болам. Бұл бізде жаңа тартылған сүт, жып-жылы жаңа тартылған сүт. Яғни қаймағы ажыратылған, сепаратордан өткізілген аврат. Ең алдымен мен айран ұйытып алуым керек. Айран ұйыту үшін бұл авратты мен пісіріп аламын. Міне астын жақтым до конца. Барлық отты барынша қойып, осы сүтті қазір пісіріп аламыз. Енді сүт пісірудің операциясын көрсетпей қояйын мына жерде. Осы сүтті пісіреміз. Піскеннен кейін көрсететін боламын. Міне сүтім де пісіп қалды. Буы шығып жатыр. Тасып кетпес үшін кішкене сапырып тұрмын. Әбден пісіремін қазір. Піскеннен кейін міндетті түрде бұл сүтті суытамыз. Кейбір қыздар маған жазады, айран неге іртік болып кетеді деп. Айран іртік болады егерде сіз оны ысылай ұйтсаңыз. Сондықтан суытып, бірақ салқындап та кетпеу керек. Салқындаған айран ұйымай қалады. Салқындаған сүтті ұйтсақ, ұйымай қалады. Сондықтан қанжылым өзінің температурасын өзің бойынша тауып алуың керек қой. Сол температурада ұйтқысын құйып, ұйтып, сыртын жауып тастауың керек. Ал егерде ол ысылай ұйтылған жағдайда, ол айран болып шықпайды, іртік болып, ішуге келмейтін ұйыған сүт болып шығады. Сондықтан сол лайфхакты да ұмытпаңыздар. Міне пісті, сүтім болды, сөндіремін. Әбден пісті. Пісіп тұрған сүтімізге, әбден суыған, ыссы емес сүтімізге, міне мен осындай домик на хуторе деген қаймақпен ұйтамын. Ішінде қалдық қалған екен. Кішкентай ғана қалған, соны әбден сүтпен езіп алып, міне сүтіме құйдым. Жақсылап тұрып араластырамыз. Кішкене ұйтқым азаңдау болып қалып тұр. Біздің магазинде жоқ екен бұндай қаймақ. Енді бар қаймағымен ұйттым. Негізі осы домик на хуторе қаймағымен ұйтқан кезде молырақ салсаңыздар, өте керемет айран шығады. Менің өзімнің ұйтатын ұйтқым осы домик на хуторе қаймағы. Әр ұйтқан сайын сонымен ұйтамын. Міне жақсылап тұрып араластырдық. Енді осыларды ыдысқа құйып жауып тастаймын. Осындай шелектерге ұйтқанды жөн көремін мен. Сосын қақпағын дұрыстап жауып, тығыз жауып, жылы орамалмен, жылы плетпен, матамен орап тастау қажет. Яғни өзінің жылылығын ұстап тұрып, ол ұю керек. Кейде болады, баклажкалерге құямын. Баклажка де өте ыңғайлы. Осындай ыдыстарды көптеп жинай береміз біз. Ауылда тұрғасын қаймақ ағызуға, басқа да тамақтарды салып, жауып қоюға өте ыңғайлы шелектер осылар. Міне осы жерге жауып 5-6 сағат қойып қоямыз. Қазір крышкасын жабамын. Содан кейін барып ірімшік жасауға болады.